Ал мінеки ағайындар, біздің қуырдақ келді. Мынандай күшті керемет, иісі күшті болып тұр, иә. Етінің жұмсақ болып тұрған түрінен көрініп тұр. Пико телятина с овощами деген тамақ тұр. Бегім өзінің кашасын жеп отыр стандартына. Так, дегустация жасап жіберейік. Так. Иқып қояйық. Тает во рту. Күшті екен. Из 10 баллов ставлю 10. Мен көрініп тұр ғой, тәтті екен. Картошечка. Өзің сен жақсы көретін тамағың ғой, картоппен ет. Мен өзім бар ғой, қуырылған картоппен ет жақсы көремін. Сосын қып-қызыл қылып қуырылған сазан болса, картошкамен ол да вообще дерзкий. Так что Шымкентте болып жатсаңдар, Камшатқа міндетті түрде келіңдер. Мына қуырдағынан ауыстыңдар. Ең бірінші мен негізі қазан кебаб жегім келді. Андай өзбекский вариант, күшті қылып қуырылған қып-қызыл. Онымен қазан кебаб пока дайын емес дейді. Сол үшін бізге қуырдақ алсын деді, қуырдақ та күшті деді. Сөйтсе, қуырдағы да мощный дерзкий екен. Сол, ал, рұқсат болса біз тамақ ішіп алайық. Так, біз Шымкентте жүріп, мынандай бірдеңе байқадық. Бүкіл ачучуктың ішінде қызыл бұрыш болмайды, бірақ андай стручковый перец бар. Қазір Рамазан бізге айтып береді дейсіз ғой. Рамазан, сонда Шымкентте ешқашан қызыл перец қоспаймын ма ішіне? Жоқ, бізде только стручковый. Потому что біз енді келгелі мысалы бірнеше күн болды ғой, әртүрлі кафе ресторандар тамақ жеп жүр. Бірақ бүкіл жерде осындай стручковый жасыл перец қосады да. Бізде мысалға батыста любой жерде қызыл перец қосады, мынандай перец қоспайды. Жоқ, бізде Шымкентскіде көк перец қосады. Осылай да, негізі, бірақ осылай тәтті екен негізінде. Оказывается. Ас болсын. Иә. Мынау қандай не? Заведение айтып шешіп береді. Камшат. Название Камшат. Өзбекский, европейский кухня. Тағамдар жақсы, келіңіздер. Хорошо. Сәлем жолдауға бар достарыңа. Сәлем, келіңіздер. Хорошо. Рахмет, Рамазан. Ал біз Камшат деген кафе-ресторандамыз. Мынау үлкен заведение, бірнеше этажы бар. Сосын қарама-қарсы еще детский кафесі бар. Кеше оған қызымызды апарып ойнаттық. Мына қарасаңыздар, мынау внутренний летниктамыз біз. Мынандай өзінің үңгір сияқты тапчандары бар мына жерде. Мынандай летнигі бар. Мынандай зал бар. В общем, мынаның ішінде бірнеше зал бар. Бірнеше этаж бар. Кеше осы жерге кешкісін ауыз ашардың уақытында келіп тамақ ішейін деп едік. Онымен 100 миллион адам жүр екен. Сол себептен біз әне қарама-қарсы тағы да бір здание тұр, Камшат деген. 3 этажды, ішінде детский площадкалар бар. В общем, күшті. Керемет жасалған. Мына жерде міне тамақтар дайындалып жатыр, үлкен қазандарда. Плов, Y, бәрі жасалған. Мына жақта шашлыктар. Все по-серьезному. Боқтан хабар алдым. Жоқ. Өзіміздің каналымыз ғой. Қандай канал блогада? Мощный сочный деген канал. Онда түспеймін дейсіз ғой. Все. Мінекей, осындай үлкен қазандарға пісіп жатыр. Қазір бәрін көреміз бұйыртса. В общем, жаңа көрдіңіз ғой, бір ходтан кірдім. Қазір екінші ходтан келе жатырмын. Мынаның ішінде шек жоқ, үлкен жер. Ана жерден шықтым ғой мана. Так, мінекей. Осындай жер. Екінші этаж.
Екінші этажға шығу керек пе екен? Мында да бір зал бар сияқты. Мында да бір зал бар. Ар жақта да бір зал бар. Екінші этажда да залдар бар ғой да, отыратын получается. Өзі неше этаж ма? 2 ма, 3 па? 3 этажда да зал бар ма, сонда отыратын? Мына жерден көтеріліп қарауға болады ғой да? Жоқ, бақта емес, ар жақта бар ғой. Ар жақтан да? Все, хорошо. Міне көріп тұрсыңдар ғой. Қандай үлкен. Кеше бірнеше адамнан естідім, осы жердің тамақтары күшті. Шымкент бойынша ең тәтті шашлык пісіретін жерлердің бірі деп. Сол үшін осында келдік. Қазір тамақтарын жеп көреміз бұйыртса. Пока ұйқымызды ашып, кофе ішіп отырмыз. Опа! Трейн алып келдім, бірінші этаж. Сөйтсем, 3 этажы бар екен. Иә. Мынаның ішінің өзінде қырғын зал бар, короче, 5-6 зал бар отыратын. Осылай, Ачучуктан басталған әңгіме Кәмшаттың обзорымен жалғасып кетті. Қазір бір не істеген кезде 2-3 этажды қарап көрсем екен деп ойлап тұрмын. Болады ғой, иә, қарап көрген. Қарап білейін онда мен сразу. 2-3 этажды. Обзорчик болсын, обзорчик. 2-ші этажға қалай шығам? Саламатсыз. Шымкент утопает в зелени. Так. Мынау екінші этажы. Үшінші этажға шығамыз. Таныспай. Мынандай. Бәрі ағаштың. Күшті екен, уютный екен мына жер. И 3-ші этажда. Так. И 3-ші этаж. Мына жер терезелерді ашып қойып кешкісін отыратын жер сияқты ғой да, басылымы. Вид көрсетіп жіберейік адамдарға. Терезеден. Так, міне осындай көрініс. Кеше деген маңның іші кәдімгідей толып отты. Айналаның бәрі жап-жасыл. Керемет. Мына жақта да бір үлкен здание тұр ғой, Кәмшат деген, ол да сіздердікі ме? Ол неше этаж здание? 5 этаж. Ё-моё. Еще по городу басқа точкаларыңыз бар, да, по-моему? Иә. Көрдіңдер ғой қандай размах. Қаланы ағалаймыз, дальше қыдырамыз. Так что бізбен бірге болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаңдар.